Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен пайдалы идеялармен бөліскелі отырмын. Көптен бері ойымда жүрген экология тақырыбында видео шығару осы күнге бұйырыпты. Кейде ескі заттарға жаңа өмір сыйлау арқылы планетаны таза ұстағымыз келетіні рас. Міне сондай кезде біз қолданған затты келесі рет қолдануға кейде идеямыз жетпей жатады, ал бүгінгі видеода сіздерге өзімнің идеяларыммен керемет лайфхакпен бөліскім келіп отыр. Бүгінгі видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Мүмкін сізге осы идеялар пайдасын беріп қалар. Ең бірінші лайфхак бізде жұмыртқаның пластикалық ұяшықтары. Қазір өзімізге белгілі жаз мезгілі ыстық күндері ыстықты басатын салқын сусындар немесе су ішкіміз келіп жатады. Сондай кезде әрқайсымыздың үйінде мұз болған дұрыс. Ал кейбірімізде мұз ұяшықтары бола бермейді. Мысалы, менде қазір мұзға арналған ұяшық жоқ. Мен оның орнына осы жұмыртқаның ұяшықтарын қолданамын. Жұмыртқадан босаған ұяшықты жуып аламыз және әрбір ұяшыққа таза ауыз суын құйып мұздатқышқа сақтаймыз. Бір айта кететін жайт, егер ұяшықтар тесілген, жыртылған болса, онда ол мұз жасауға жарамсыз. Мінекей, керек кезде мұздатқыштан алып, суыңызға немесе сусынға қосып ішсеңіздер, ыстықты басады. Жұмыртқаның пластикалық ұяшықтары таза пластикадан жасалған. Ол шірімейді және табиғатқа әрі жануарларға зиянын тигізуі мүмкін. Келесі лайфхак ылғал майлықтардың қаптамасымен болады. Менің үйімде кішкентай бала болғандықтан осындай майлықтар көп сатып аламын. Бұрын тек қолданып болған соң қаптамасын қоқысқа тастайтынмын, бірақ соңғы уақытта маған керемет бір идея келді. Бізде осы ортасында пластикалық қақпағы бар, ал оны қоқысқа тастасаң біздің экологияға кері әсерін береді. Сондықтан осы қақпағына екінші рет өмір сыйлағым келді. Қақпағын қаптамадан суырып алып, артық жапсырмасын алып тастадым және дәптерімнің сыртына ыстық клеймен жабыстырдым. Дәптерге немесе блокнотқа жабыстыру үшін клей ПВА немесе термоклей, яғни ыстық клей қолдансаңыздар болады. Бұл дәптерге шынымен де стикер, қағаз қыстырғыштар салуға ыңғайлы бір нәрсе керек болып жүреді. Мінекей, шешімін тапқандай болдым. Және тек қана бұл емес, менде тағы екі қақпақша бар. Бұларды да қаптамасынан ажыратып бір-біріне қосамын. Мінекей, бізде тегін кішкентай органайзер шықты. Ал бұған майда шашылып қалып жататын шпилька, шаш қыстырғыш немесе тиындар салып қоюға ыңғайлы. Сондықтан бұл лайфхактар 100% жұмыс істейді. Әрқайсымыздың үйімізде осындай смартфоннан қалған керек емес коробка бар болуы мүмкін. Бұл коробканың үйде жатқанына, босқа тұрғанына біраз уақыт болды. Енді осы коробка бізге керек емес және үйде құр босқа тұр. Мен бұны да іске асырғым келді. Бостан бос тұрғанша бізге қызмет етіп тұрсын деп, коробканың астыңғы бөлігін ашып, үшке бөлдім. Осылай үстіңгі бөлігіне орналастырдым. Енді үйімде шашылып жатқан майда заттар осы тегін органайзерде жиналып тұрады. Қазір ковид вирусы біткеннен кейін адамдар маска киюді тоқтатты, ал үйімізде бұрын қолданған маскалар сол күйі бостан босқа пайдаға аспай тұр. Қолданылған маска жарамсыз болса да, оның қалдықтары біздің тұрмыстық жағдайымызға керек болуы мүмкін. Бізге керек осы екі жағындағы құлаққа ілетін резинка. Осы резинканы дәл видеодағыдай ақырын суырып аламыз. Резинканың шеттерін осылай түйіп біріктіріп аламыз. Артық жерін қиямыз. Бізде осындай пайдалы зат шығады. Бұл резинкамен құлаққаптарды, проводтарды немесе шашылып қалмас үшін түрлі пакеттерді байласақ болады.
Масканың тағы бір пайдаға асатын жері бұл мұрын жағында орналасқан пластикалық сым. Ол сымды оңай алу үшін шетін қайшымен қиып сымды оңай шығарып аламыз. Және бұл сымды да проводтарды жинау мақсатында қолдансақ болады, немесе осындай шашылып қалатын өнімдердің қаптамасына да жақсы келеді. Әрқайсымыздың үйінде осындай пакеттер бар шығар. Сіздер шоппингтен қалған немесе доставкадан қалған қағаз пакеттерді не істейсіздер, комментарийге жаза кетіңіз. Ал менің бүгінгі соңғы лайфхагым осы пакеттермен болмақ. Мен көбінесе қағаз пакеттерді тастамай, оларды жинаймын. Бұл қағаз пакеттер адамның тұрмыстық өміріне ең керекті зат. Мысалы, мен көбінесе бұл пакеттермен азық-түлік сақтаймын. Білесіздер, жеміс көкөністерді полиэтиленді пакеттерде немесе пластикте сақтаған зиян. Сондықтан мен жемістерді де, көкөністерді де осы қағаз пакеттерде сақтап тоңазытқышқа қоямын. Осылайша азық-түлік ұзаққа дейін бұзылмай тұрады және зиянды қалдықтарды өзіне сіңірмейді. Бүгінгі видео соңына да жетіп қалыппыз. Бүгінгі видео сіздерге қызықты әрі түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіз. Және видео ұнаса, мені қолдап лайк басып қойыңыз. Ал егер каналымда алғаш рет көрермен болсаңыз, міндетті түрде арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Себебі менің арнамда осы сияқты қызықты әрі пайдалы видеолар өте көп және апта сайын шығарып отырамын. Пайдалы видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау білдіргеніңіз үшін алғысым шексіз. Сіздермен бүгінгі видеода болған Каусар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.